Сәлеметсің бе, Демид? Саламатсыз бар. Қалың қалай? Жақсы. Жарайсың. Олай болса, бүгін сенімен қазақ тілі сабағында ұйымдастырылған іс-әрекеттеріміз туралы ойындар ойнағым келіп тұр. Ойын ойнаймыз ба? Иә. Демид, қара, сенің алдыңда осындай тапсырма бар. Бұл тапсырмада сенде әртүрлі оюлар берілген. Бұл оюдың түстері қандай? Сары. 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 Жарайсың. Ал бұл ше? Қызыл. Қызыл, дұрыс айтасың. Ал бұл оюдың түсі қандай? Жасыл. Жасыл, дұрыс айтасың. Енді қара, осы оюларды сен мына түстер бойынша сәйкестендіріп қоюың керек. Бірінші жасыл түс, дұрыс. Екінші қандай? Қызыл. Қызыл түс, дұрыс айтасың. Бағыты қайда қарап тұр? Жоғары. Жоғары қарап тұр, дұрыс айтасың. Жарайсың. Дұрыс. Демид, енді қара, келесі ойынымыз сандағы ұяшықтар деп аталады. Яғни, сен қай сан түссе, сол сандағы ұяшықтан тапсырманы алып орындайсың. Жарай ма? Түсінікті ма? Иә. Жарайсың. Ал бұл жерде нелер бар бізде, Демид? Сандар. Сандар бар. Енді қара, мына таяқшаға қай сан түседі, сен сол тапсырманы орындайсың. Жарай ма? Айналдыра қой. Қандай сан түсті сенде? 4 саны. Бұл суреттің атын табуың керек, я? Енді қараймыз. Бұл ненің суреті? Ара екен, дұрыс айтасың. Ал екінші? Бұл не? Оғақ. Дұрыс айтасың. Ал енді тағы да айналдыра қой. Саған қандай сан түсті? Қандай сан? 3 саны, дұрыс айтасың. Ал енді үшінші тапсырманы ала қой. Үстелге қой. Бұл не? Үй. Бұл не? Үй, дұрыс айтасың. Ал бұл? Су, дұрыс айтасың, Демид. Орнына сала қой. Жарайсың. Демид, біздің келесі қимылды ойынымыз оюлы кілемше деп аталады. Қарашы, бұл жерде оюлар берілген. Бұл осы оюларды сен маған атап берші. Мынау қандай ою? Бірінші тұрған қандай ою сенде? Қошқар мүйіз оюы. Ал екінші сенде қандай ою? Тұмар оюы, дұрыс айтасың. Мына көбекті алып, сен лақтыра қой. Сенде қандай ою түсті? Арқар оюы түсті. Жарайсың. Демид, жарайсың. Бүгінгі тапсырмаларды өте керемет орындап шықтың. Сен біраз қазақ тілін меңгеріп алған екенсің. Сен қазақ тілі туралы тақпақ білесің бе? Иә, білем. Онда қанекей, айтып бере қойшы. Нұрсыбек айтауы. Ана тілім жүрегісім, анамның жүрек ана, мен өзіне зір алдым. Өшірген ой білімді, сүйем туған тілімді. Жарайсың, Демид. Саған көп рахмет.